Ассаламуалейкум. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Қызықтың көкесі каналы. Біз бүгін сіздерге суырдың қыз ұзату атты материалды дайындадық. Бұл ғажап әңгімені естімес бұрын біздің каналымызға тіркеліп, қасында тұрған қоңыраушаны басып кетіңіз. Және осы шығарылымға өзіңіздің ой пікіріңізді бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл біз үшін сіздер тарапынан болатын үлкен қолдау деп білеміз. Суырдың қыз ұзатуы. Ел арасында суырдың қыз ұзатуы деген ғажап әңгіменің бар екені рас. Мен соның бірнеше нұсқасын естіп едім. Соның бірін ұстазым Таласбек Әсемқұлов айтатын. Ол бір әңгіме желісін нағашы атасы Байжігіт күйлерінің белгілі домбырашысы Жүнісбай қарттан тыңдапты. Жүнісбайға Шығыс Қазақстан өңірінің аңшыларынан жетіпті. Мен солардың басын біріктіріп, бірнеше нұсқадан ортақ түр жасадым. Суыр деген мақұлық жанұясымен ымырада өмір сүргенді қалайтын сүтқоректілердің ішіндегі бір ерекшесі. Қазақстанның орманды даласында, шөлді шөлейт жерлерде, таулы аймақтарда кездеседі. 15-20 жылдай өмір сүреді. Тіршілігінің 6 айын ұйқыда өткізеді. Терісі аса бағалы. Жылына 4-5 күшік туады. Олардың Алтай суыры, дала суыры, Аляска суыры, қызыл суыр, буырыл суыр, орман суыры, Гималай суыры және тағы басқа да түрлері көп. Қалғанын суыр танушылар болса айта жатар. Ең бастысы, байырғы қазақ тиым-текті осы бір мақұлықты киелі санайтын. Қолдан келгенше өлтірмеуге тырысатын. Оның басты себебі әуелде адамнан азғындап мақұлыққа айналған деген ғажап мифтік ұғымдармен байланысты екендігінде болса керек. Сонымен әңгіменің әуелгісіне көшейік. Бір жылы аңға шыққан аңсақ саятшы далада бетін басып жылап тұрған суырдың күшігін көріпті. Не жағдай екенін білгісі келіп жақындап келсе, ол ізін ертіп ала жөнеліпті. Табиғаттың тынысына құлақ қойған ел емеспіз бе? Аңшы суырдың баласының ізін еріп отырыпты. Сөйтсе, бір баба суыр аңшының құрған қақпанына түсіп қалған екен. Айнала толған суыр дәрмендері құрып, шарасыздықтан адам сияқты алақандарымен беттерін басып, егіліп жылап тұр екен. Жан ашыған әлгі аңшы баба суырды босатып жіберіпті. Сол кезде бір ұрғашы суыр зып етіп інге кіріп кетіп, лезде жылтыраған бірден алып шығып, аңшыға ұсыныпты. Өздерінің табаны да адамның алақаны сияқты ғой. Міне, ғажап, аңшыны таң тамаша қалдырған нәрсе қаншық суырдың ін түбінен алып шыққаны қой асығындай алтын екен. Адамнан зият мақұлық бабасын құтқарған адамға алғыс айтқан екен ғой. Осы уақиға кейінгіге көзімен көрген аңсақтар арқылы жетіпті. Соның бірін Жүнісбай қартқа жылап отырып, әлгі аңшы айтып беріпті. Басқаны білмедім, ет пен сүйектен жаралған пенді атаулы көрген жақсылық үшін бір-біріне алғыс айтудан ада болған мына заманда мен суырдың әуелде қыз кейпінде болған мұңлық екеніне сенгім келеді. Сол суырдың қыз ұзату рәсімін өз көзімен көргенде аңшылар болған. Қаз-қатар тұрып, ұяластарын қимай, сыңсып жылап тұрғанда еркек суыр топ ішінен қалыңдығын қолынан жетектеп алып шығады екен. Содан кейін оны мақұлқаттың қатарына қосуға қалай дәтің барады? Берік Жүсіповтың Фейсбуктағы парақшасынан алынды.